Сәлем достар, жыл айналып келетін айлардың сұлтаны Рамазан айы мүбәрәк болсын. Қасиетті айда Алла разылығы үшін ауыз бекіткен барша мұсылман бауырлардың оразасы қабыл болғай. Мың айдан да қадірлі қадір түні бар осы қастерлі айда берекелі сауапқа толы өткізу үшін нендей амалдарды жасаған дұрыс? Оразаның әдептері мен сүннеті қандай? Бүгінгі видеода осы жайында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін келтіре отырып жауап беретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, ораза айында әрбіріңізге мол сауапқа кенелуді жазсын. Каналға жазылмаған болсаңыз, қызыл батырманы бір шертіп, қоңырауды түртіп, лайк баса кетіңіз. Бұл маған шабыт сыйлайды. Ал кет дегендеше. Бір жұтым су болса да сәресіде су ішу. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде сәресіге тұрыңдар, сәресін жеуде берекет бар деген. Тағы бір хадисте сәресін ішу арқылы күндіз ұстайтын оразаға, түсте ұйықтау арқылы тахажжуд намазына күш жинаңдар деп келеді. Басқа бір хадисінде сәресі тамағы берекет, бір жұтым суда болса оны тастамаңдар. Өйткені сәресіде тамақтанғандарға Аллах рахметіп, оларға періштелер кешірім тілейді, дейді. Сәресіге тұру адамға күш қуат беріп, ораза ұстауды жеңілдетеді. Екінші шапақ атқанға дейін сәресіні кешіктіру мұстахаб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбетім ауызашарда асығып, сәресіні кешіктірген уақытта әрқашан жақсылықта деген. Күн батқан кезде намаздан бұрын дереу ауызды ашу, ауызды құрмамен яки тәтті бір нәрсемен немесе сумен ашу мұстахаб. Намаздан бұрын ауызды ашып алу абзалырақ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аузын ашпай тұрып намаз оқымайтын, ал тамақты намаздан кейін жеуге болады. Ауыз ашар кезде дұға жасау. Пайғамбарымыз бұл жайлы ауыз ашар кезінде жасалған дұға кері қайтарылмайды деген. Ауыз ашарда мына дұғаны оқу сүннет. Оқылуы: Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алайка таваккалту ва аля ризқиха афтарту ва саумал гади мин шахри рамадана навайти фағфирли ма қаддамту ва ма ахарту. Мағынасы: Аллах тағалам, сенің разылығың үшін ораза ұстадым, берген ризығыңмен аузымды аштым, саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Рамазан айының ертеңгі күніне де ауыз бекітуге ниет еттім. Сен менің өткен және келешек күнәларымды кешір. Ораза ұстағандарға бір құрмамен немесе сумен болса да ауыз аштыру, жағдайы көтерсе тамақ берген әрине абзал. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аузы берік жанды аузашарға шақырып тамақ берген ораза ұстаған адамның алатынындай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді деген. Рамазан жомарттық айы болғандықтан, дәулетті жандардың осы айда мұқтаждар мен тұрмысы нашар кісілерге ауыз аштыруы үлкен сауап. Олар тұратын аудандарда ауыз ашуға тамақ таппаған жандардың болмағаны абзал. Мұсылмандық тәрбиенің негізі осындай игі әрекетті қажет етеді. Әрине, мұсылмандық тәрбиемен сусындап өскен жандардың мұндай келеңсіздікке жан ауыртары да белгілі. Өйткені олар өзі тоқ жатып көршісі аш ұйықтамаған адам бізден емес деген хадисті үнемі қаперде ұстайды. Таң намазы кірмей тұрып жүніптік хайыз бен нифастан тазарыну. Бұл жердегі мақсат оразаға таза күйде бастау. Оның екінші себебі аузы берік кезде жуынған жағдайда ауызға су кетіп қалып, ораза бұзылуы мүмкін. Әйел адамның түнде хайыз бен нифас қаны тоқтап, жуынбастан ертеңгі күннің оразасына ниет етіп ораза ұстауға бастаса, оразасы жарамды. Сол секілді жүніп болған кісі жуынбай тұрып ораза ұстаса, ораза жарамды. Бірақ ораза бастамастан бұрын жуынып тазарыну мұстахаб болып табылады. Тіл мен басқа ағзаларды күнәдан сақтау, өсек аяң, өтірік, ғайбат сөздерді айтпау. Негізінен жайшылық кездердің өзінде мұсылман кісі мұндай жағымсыз істерден бойын аулақ ұстау қажет. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтірік айту мен жұртты алдауын қоймаған адамның ішіп жеуді доғаруына Аллах зару емес дейді. Басқа бір хадисінде: небір ораза ұстағандар бар, оларға шөлдеу мен аштықтан басқа ешқандай пайда жоқ. Небір түнде тұрып нәпіл ғибадат еткендер бар,
бірақ бұл әрекетінен ұйқысыздықтан басқа ешқандай пайда таппайды деген. Сонымен қатар, Рамазанда біреу ұрысып керіскісі келген адамға сабыр сақтап, мен оразамын деу сүннет. Абу Хурайрадан риуат етілген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім аузы берік болса, жаман сөз сөйлемесін, дауыс көтеріп айқай шығармасын, біреу оған тіл тигізсе, немесе онымен керіскісі келсе, оған мен оразамын десін, деп мұсылмандарды сабырлық пен әдептілікке шақырған. Құлшылық айының артықшылығын толық сезіне білу үшін бүкіл ағзаларымызға ораза ұстату қажет. Асқазанымызбен қатар көз бен құлақты харамға бітеп, Құранға тұру, қиял санамыздың өзін тек қана жақсылыққа қарай бағыттап, жаратқан иенің нығметтерін еске алу оразаның дұрыс орындалуына септігін тигізеді. Ибн Хажар аль-Асқалани кәміл әрі толық ораза күні атаулы мен Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерінен алшақ тұру деген екен. Ілім үйрену, Құран кәрім оқу, көп салауат айту, дұға оқу және құлшылықты арттыра түсу. Бұлай құлшылық айы болғандықтан иісі мұсылман баласының көңілі құлшылыққа құмартып, уақытын көбіне зікір пікірмен, ғибадатпен өткізгені абзал. Құран оқи алатындар жоқ дегенде күніне бір пара Құран оқығаны жөн. Өйткені бұлай Құран айы. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Жәбірейіл алейхи уассалам осы айда бір-біріне Құран оқитын. Сәресімен аузашарда қомағайланбау, ораза кезінде қомағайланып, тыңқиып тойып алмаған жақсы. Өйткені оразаның негізгі мақсаты тәніміз бен рухымызды дем алдыру. Кеш батқанша нәр татпай жүріп, кеш бата салысымен аш көзілікпен қомағайлана тамақ жей беру ислам әдебіне қайшы әрі денсаулыққа зиян. Ихтикафқа кіру, мешіттен шықпай құлшылық жасау. Ораза айының соңғы 10 күнінде ихтикафқа кірудің сауабы ерекше. Өйткені ихтикаф нәпсіні тізгіндеуде ең әсерлі тәсіл. Сонымен қатар ихтикафқа бекінген кісінің қадір түніне жолығу ықтималы да көбейеді. Муслим риуат еткен бір хадисте пайғамбарымыздың құлшылыққа құштарлығы ерекше күшейетін. Айшанамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының соңғы 10 күнінде түндерін ғибадатпен өткізетін, отбасын намазға оятып, әйелдеріне жақындамайтын деген. Достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Видеода айтылған мәліметтердің барлығы ораза теңдессіз құлшылық кітабынан алынды. Бұл кітап Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мақұлдауынан өткен. Сондықтан да берілген мәліметтердің барлығы дінімізге сай келеді. Ал сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Тұтқан оразаларыңыз тағы да қабыл болсын.